Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде ұрпақ бағдарламасы. Сіздермен бірге Інжу Ақжарқынқызы. Жас ұрпақты отанын, туған жерін сүйіп, оны қорғай білуге үйрету, оқушы бойындағы патриоттық сезім мен адамгершілік сананы қалыптастыру егеменді мемлекетіміздің әр отбасысы мен азаматтарының міндеті. Елдің ертеңгі ұрпағы, келі жердің иесі, жастар тәрбиесі біз бен сіздің басты мақсатымыз. Тәрбиенің көзі ата-бабамыздан қалған дана сөздер десек, біз сол насихатын жүргізушіміз. Даналар сөзі. Ақыл керек білім таңдап оларға, білім керек жақсы іске қарауға, бала сағын. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Абай Құнанбаев. Әр халықтың ана тілі білімнің кілті. Жұбанов. Адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, солушысы ой, жолдасы нәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез, санаушысы халық, сақлақ шешен. Ақылды қанша қараңғы болса да алысты көреді. Ақылды адамға екі дүниеде жол ашық. Бала сағын. Халықтың кемеліне келіп, өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Шоқан Уәлиханов. Өңірімізде қандай жаңалықтар болғанын апта жаңалықтарында баяндайды. Петропавлдық еріктілер табиғатта қоқыс жоқ республикалық акциясын қатысты. Елбасының тапсырмасы орындау аясында еліміздің барлық қалалары сияқты Петропавлда да табиғатта қоқыс жоқ. Республикалық экология акциясы өтті. Оған қаладағы 9 колледждің студенттері мен еріктілері болып 150-ге жуық жастар қатысты. Қазақстанда ақылы білім бір жылда 14%-ға дерлік қымбаттады. Қазақстанда өткен жылмен салыстырғанда ақылы білім беру қызметтерінің бағасы айтарлықтай өсті. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2022 жылдың қыркүйегінде елде ақылы білім беру бағасы 2021 жылдың қыркүйегімен салыстырғанда 13,8%-ға өсті. Бұл соңғы 5 жылдары бұл көрсеткіштің ең елеулі өсімі. Мектеп пәндері бойынша білім беру орталықтарының қызметтері қыны қыркүйекте 10%, колледждегі білім 19%, ал жоғары оқу орындары 16% қымбаттады. Әртүрлі кәсіптік оқуды курстары да қазақстандардың үшін қымбаттады. Орташа алғанда олардың бағасы 15%-қа өсті. Ice Cream Cup бір атты пікірсайысы турнирі өтті. 2 қазанда Қазақстанның болашағы үшін қоғамдық студенттік бірлестігі оқушылар сарайымен бірлесе отырып Ice Cream Cup бір атты пікірсайысының турнирінің қорытынды финалдық ойындары өткізді. Турнирге 56 фракция қатысты. Теория мен практиканы әрдайым ұштастырып отыру маңызды екенін ескертетін боламыз. Бұл ойындардың қатысушыларға берері мол екен сөзсіз. Ал турнирдің нәтижесіне бола жеңіске Назарбаев зияткерлік мектебінің Лашын фракциясы жетті. Жайлы мектеп ұлттық жобасы іске асырылады. Үкімет үйінде өткен кеңес барысында еліміздің премьер-министрдің бастама қолға алуды тапсырды. Өз сөзінде Әлихан Смайылов мемлекет басшысы реформалар жөніндегі жоғары кеңестік отырысында жайлы мектеп ұлттық жобасының негізгі тәсілдерін мақұлданған. Оның шеңберінде 800 мың оқушыға арналған жаңа форматтағы мектептер салу жоспарларына еске салды. Салада бірқатар қиындықтар бар. Мысалы, өңіріндегі 143 білім ұясының жер учаскелерін анықтау бойынша мәселелері шешілмеген. Бұл жұмысты барынша тездету қажет деді Әлихан Смайылов. Сондай-ақ ол оқу процесінің цифрларында тездету қажеттерін атап өтті. Кітап оқиық айдарына кезек берсек. Сәлем қыздар. Сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бәр жақсы, сендер ше? Өте жақсы. Кітап оқу бұрышынан көргеніңізіне қуаныштымыз. Сендер қандай кітап білесіңдер? Мен бүгін Аяз би аңызын оқыдым. Аяз би аңызында хан уәзірлеріне адамның жаманы, шөптің жаманы және құстың жаманы әкелуге тапсырған. Уәзірлер әкелді.
Мен айтқанша көп уақыт кет қалады. Өздері оқысаңдар өте қызықты. Ал мен Алпамыс батыр кітабын оқыдым. Ол да қызықты кітап. Қандай қызықты кітаптар? Сол кітаптарды қай жерден алуға болады? Ол барлық кітапханалардан болады. Ал мен Абайдың құс туралы өлеңін білемін. Сендерге айтып берейін. Сұр бұлт түсті суық қапты аспан, күз болыпты құл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма тоңғаныма, жылқы нәббе қашқан тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгілмес бала шулай. Қайшы шал кепірдің түсі кетіп жапырағынан айраған ағаш құрай. Біреу мама сапсиды салып иін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жібін, жас қатында жыртылған жамай дейін. Керемет. Өте Жақсы. Ал сендер қандай кітап алуға келдіңдер? Мен Абай қара сөздерін алуға келдім. Ал мен ертегілерді алуға келдім. Ал мен өлең жинақтарын алуға келдім. А мен Шоқан Уәлиханов кітаптарын алуға келдім. Тамаша екен. Өте керемет. Сендер де алған кітаптарында өте қызықты. Рахмет. Кітап оқиық. Кітап парасаттың көзі. Ұрпаққа арнау сөз айдарының бүгінгі қонағы оқушылар сарайындағы Толағай театр үйірмесінің ұстазы Тусупов Ақжол Қайыржанұлы. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Эфирде ұрпаққа арнау сөз. Бүгін сіздермен бірге мен Қайырлы Жира. Бүгінгі қонағымыз Ақжол Қайыржанұлы. Сұхбатымызға уақыт бөлгеніңізге рахмет. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Есім өзіңіз айтқандай Ақжол Қайыржанұлы. Осы Толағай театрында қазір сабақ берем. 2016 жылы Ермек Серкебаев атындағы өнер колледжін тамамдаған. Мамандығым драм театр әртісі. Қазір уақытта осы оқушылар сарайында жұмыс жасаймын. Толағай театры қанша жыл жұмыс істеп келеді? Осы оқушылар сарайы ашылғаннан бері ең алғаш біздің жетекшіміз Дәурен ағай осы Толағай театрының негізін қалыптастырды. Менің жұмыс істеп жүргеніме осыдан 2 жыл ғана уақыт өтті. Сол уақытта қаншама оқушылар, шәкірттер тәрбиелеп шығарды осы Толағай театры. Жақсы. Театр басқа өнер түрлерімен несімен ерекшеленеді? Театр басқа өнер түрлерімен, театр жан-жақты бізде. Театрда біз ән де айтамыз, би де билейміз, сахнада өнер де көрсетеміз. Жан-жақты өнер түрін қамтыған. Мысалы, бізге келген жаңағы оқушылар, олар актер болмайды, жаңағы әнші болам деп келмейді. Ол өз-өзін жан-жақты дамытады. Сахнада өзін дұрыстау, өз ойын жеткізу, қоршаған ортадан қысылмау. Жаңа осылардың барлығы, театр осылардың барлығын үйретеді жаңа оқушыларға. Керемет екен. Толағайда театрдың қандай түрлерін үйретесіздер? Драм ғой енді, драматический драм театр әртісі болғандықтан біз осы бағытта жаңа куколный емес. Енді бағыт дегенде негізі бағыт бермейміз. Біз оқушыларды жаңағы айтып отырмын ғой, бір керемет оларды актер қылып тәрбиелеу емес. Олар жаңағы қазір балалардың барлығы телефонға тәуелді. Өз ойын, бір нәрсе сұрасаң да өз ойын нақтылап жеткізе алмайды. Негізгі мақсат жаңағы балалардың қай жерде қандай маман иесі болса да, мынау халықпен болсын, басқа жаңағы көрерменмен болсын, сөзге келгенде, бетпе-бет сөзге келгенде ойын нақтылап, тиянақты, қысқа нұсқа жақсылап, әдемілеп жеткізуге біз үйретеміз. Жақсы. Ал театр үйірмесіне балаларды қалай таңдап аласыздар? Енді театрдың өзінің барлығын таңдаймыз. Мынау айтады ғой, 1% талант, 99% еңбек дейді. Біз талантына да қарап аламыз, еңбегіне де, бойына да, түріне де, барлық типажына қарап аламыз. Бірақ ең бастысы ол бала өнерлі болса, бізге жақсырақ болады. Бірақ мәселе ода емес, мына бала өнерлі екен, мына өнерлі емес екен. Ең бастысы ниет ынтасында. Ынтасы жақсы, жаңағы сабағын қалдырмай, барлық нәрсе жасаған, айтқан істі істеп отырса, біз сондай балаларды көбінесе театрға аламыз.
Ақжол Қайыржанұлы, сіз бізге сұхбатты бергеніңіз үшін рахмет. Ал құрметті көрермендер, келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Құрметті көрермен, келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.